күнде тағамның барлық түріне қолданамыз. Бауырсақ қуырамыз, салатқа да қосамыз. Неге? Біріншіден, иіссіз, бағасы арзан. Айтпақшы, ресейлік сайттардың бірі кәдімгі күнбағыс майын жанар-жағармай элементтерін қосып тазартылатынын жазыпты. Күнбағыс майын алу үшін шемішке дәндеріне жанармай фракциясы құйылады. Мәселен, гександы қолданады. Ал шемішкеден май бөлініп шыққан соң гексан су бу арқылы тазартылып, қалдықтары сілтілердің көмегімен жойылады. Алайда, еріткіш қалдықтардың толықтай жойылып кетуі екі талай. Өнім дайын күйінде шыққанымен оның құрамында жағымсыз элементтерден қарамай мен пигменттер қалып қояды. Бензинмен иіссіздендірілген күнбағыс майын 100 градус ыстықта, яғни көкөністі, ет өнімдерін қуырғанда ағзамызға қалай әсер ететінін ойлаудың өзі қорқынышты. Еліміздің бас диетологы Төрегелді Шарманов та сұйық майға жанар-жағармай қосып жібереді деп отыр.